Мектеп кара торгай Саламатсыздар ма? Үшінші мектеп, үшінші мектеп. үшінші мектеп жақсы. Сіздерде де араласпай мына ауыл мектептері бізде 7 мен 8-дер араласып отырғандықтан мен екі тақырыпты түсіндіремін бірден. Екі сыныпқа. Жақсы, жақсы. Сізде қай сыныптар отыр? Аха, жақсы. Менде 8 сыныптар. 8 жақсы. Аха, рахмет. Қайырлы күн оқушылар. Бізде бүгінгі 7 сыныптарда менде тақырып мұхит суының қозғалыстары деген тақырыпқа келдім. Осы қозғалыстар туралы сіздермен түсіндіретін болсам, бүгінгі сабақта біз мұхит суының қозғалыстарының түрлерін атау, себептерін анықтау, түзілетін аймақтарын картадан көрсететін боламыз. Сосын географиялық шартты белгілерді қолдана отырып карталарды оқуды үйренетінбіз. Олай болатын болса, мұхит суының қозғалыстары бізде ағыстарға, толқындар толысу мен жаңа қайтуға байланысты бізде мұхит сулары қозғалатынын жақсы білеміз, иә. Енді мұхит ағыстарының пайда болу себептері: тұрақты желдер, мұхит жер бедері, яғни мұхиттың жер бедері бізде өздеріңіз білетіндей, мұхиттың жер бедері бар, иә, астында өзінің жазықтары бар, қыраттары бар, жоталары бар екенін сіздер білесіздер. Енді су тығыздығы, сосын ғарыштық әсер. Енді мұхит ағыстары, яғни су массаларының көлденең қозғалысы дегенді білдіреді. Енді ағыстың түрлеріне тоқталатын болсақ, картадан сіздер көресіздер, иә. Мұхит ағыстарының қызылмен және көкпен, кейде көктің орнына қара, осындай бір бағытқа бағытталған осындай стрелкаларды көреміз, иә. Және ол ағыстар деп, қызыл түстегілер жылы ағыстар, көк түстегілер бізде салқын ағыстар болып табылады. Енді бұл жылы ағыс пен біз суық ағысты қалай анықтаймыз? Яғни қоршаған ортада судың температурасына байланысты. Бұл жерде қызыл ағыстағылар сәйкесінше 20 градус Цельсийді көрсетеді, ал көк суық ағыстар бізде 16 градусты көрсетіп тұр. Енді жылы ағыс дегеніміз ағыстың температурасы қоршаған ортадағы судың температурасынан біршама жоғары. Яғни 20 градус пен 16 градустың айырмашылығын бар екенін сіздер байқайсыздар. Суық ағыстар керісінше қоршаған орта температурасынан біршама төмендеп тұрады. Осы температуралар арқылы біз жылы ағыс пен суық ағысты ажырататын боламыз. Келесі жерде мұхит ағыстарының түрлері. Мерзімі бойынша мұхит ағыстары тұрақты, кезеңдік, мезгілдік болып бөлінеді. Ал тереңдігі бойынша беткі, тереңдік, түпкі болады. Температурасы бойынша суық, жылы, кейде нейтральды болып бөлінеді. Тұздылығы бойынша тұзды, тұщы, пайда болуына қарай жел, су тығыздығы, су, ағынды су болып бөлінеді екен. Енді картамен жұмыс. Картамен жұмыс. Келесі слайдта берілген кескін картаны қараймыз. Қазір мен сіздерге кескін карта бірнеше түрін көрсететін боламын. Осы кескін картада мұхиттардың ағысының орналасуын сандар бойынша дүниежүзілік физикалық картасынан анықта дейді. Мына картаны сіздер өздеріңіз түсіріп алсаңыздар, бұл жерде сандар берілген. Мысалы, картада дүниежүзі картасындағы ағыстар, жылы ағыстар қызыл стрелкамен, ал суық ағыстар көк стрелкамен беріп тұр. Әр стрелкада сандар берілген. Сол сандардың, жылы ағыстардың да суық ағыстардың өздерінің атаулары бар. Осы атауларын белгілеп жазып аласыздар. Яғни жаттап алсаңыздар тіпті жақсы. Алдағы уақытта осындай карталармен жұмыс жасағанда, немесе олимпиадада тапсырмалар келгенде де жатқа білсеңіздер, тапсырма орындауды өте оңай болады. Енді мына келесі карта сызбамен жұмыс жасайтын болсақ, Тынық мұхитының ағыстарын ата дейді. Мына жерде Тынық мұхитының ағыстары берілген. Мына жерде Тынық мұхиты картада, мына жерде Курильский ағысы бар, сосын Калифорния ағысы бар, тағы да Южный пассат ағыстары бар, оңтүстік пассат ағыстары. Енді экватор сызығы бойында қандай ағыстар қалыптасқан? Экватор сызығын сіздер көріп тұрсыздар ғой, иә? Сол экватор сызығында қандай ағыстар қалыптасқан дегенде, бұл жерде жылы ағыстарының қалыптасқанын көруге болады. Ал солтүстік пен оңтүстік жартышарда ағыстардың қозғалысы неге ұқсайды дейді. Мына солтүстік жартышар бізде экватор сызығынан жоғары жақ бөлігі. Ол жердегі
ағыстарды қарайтын болсаңыздар, сағат тіліне бағытталып қозғалған. Ал оңтүстік жарты шардағы ағыстардың қозғалысы керісінше сағат тіліне қарсы бағытталып қозғалатынын байқайсыздар. Қазір тағы басқа да карталармен қарайық. Міне бұл жерде Атлант мұхитының ағыстары тұр. Яғни аттары жазылған Атлант мұхитында да. Бұнда да дәл солай. Солтүстіктен оңтүстік жартышарда ағыстары солтүстік жартышардағы ағыстардың бағыттары сағат тіліне бағытталса, ал оңтүстік жартышардағы ағыстар керісінше сағат тіліне қарсы бағытта қозғалатынын байқайсыздар. Енді Үнді мұхитын қарайық. Үнді мұхитының ағыстары берілген бұл жерде. Енді оңтүстік жарты шардағы ағысының қозғалысы неге ұқсайды дейді. Оңтүстік жарты шардағы жаңағы алдағы аталған Атлант және Тынық мұхиттағы сияқты оңтүстік жарты шардағы ағыстарды сағат тіліне қарсы бағытталғанын көруге болады. Енді толқын дегеніміз не екенін, судың тербеліс қозғалысын атаймыз толқын деп. Енді толқынның құрылысына тоқтала кетейік. Толқын құрылысы, толқынның табаны болады екен астында, және оның биіктігі болады. Яғни толқындар неғұрлым биіктеген сайын оның биіктігі де жоғары болады. Биіктігі беріледі мына жерде. Одан кейін бір толқынның жотасы дейді, мына жоғарғы үшкір болып шығып тұрған тауға ұқсап тұрғандар толқын жотасы болады. Енді толқынның ұзындықтарын білу үшін бір жотадан екінші жота аралығындағы ұзындығын анықтайтын боламыз. Яғни соны айтады толқынның ұзындығы деп. Енді судың толысуы және қайтуы деген бар. Мына суреттерді қарап отырсаңдар, екеуінде де бірдей сурет, бірақ біреуінде судың қайтқанын, біреуінде толысығанын көруге болады. Бұл жердегі жаңағы біз ғарыштықтың әсері деп айтып жатырмыз ғой. Соның әсерінен, мысалы, мұхиттағы немесе теңіздегі су деңгейінің азаюын біз қайту дейміз, ал толысуын, деңгейінің көтерілуін толысу дейміз. Яғни бұл толысу мен қайту айдың тартылыс күшімен әсерінен болатынын біз жақсы білеміз. Яғни айдың толысуы 6 сағат сайын өзгеріп отырады. Сол кезде жаңағы өзен көлдердің толысуы және қайтуы болады. Бұл 7-ші сынып бойынша тақырып болған. Келесі бізде қазір 8-ші сыныптың тақырыбы.